Assalamu alaikum qadırmenді момын мұсылман, бауырлар, әлеумет. Allah Tağala barşalarınızға inşallah осындай жемісті күндерді, имани ислами күндерді көріміз нәсіп етсін inşallah. Bu dünyada ömür жасымыз ұзақ болып inşallah, ертең баршамыз осындай күйде Фирдаус жәннатта кезесін нәсіп етсін. Міне осыған ұйытқы болып кеткен осы дүниядағы Шакир Ишан бабамызға да inşallah Allah жәннат берсін inşallah. Фирдаустан орын берсін. Осындай ұстаздарды тәрбиелеп inşallah. Мінеки осындай сіздерге ұйымдастырып атқан. Қазір мен осы жерде бір есіме түсіп тұрған сіздерге бір жақсы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінен айтып берсем деп тұрмын. Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бір күні ауырып жатқан кезінде Жабраил амин келеді. Сонда, я достым Жабраил, мен мына дүниені о дүниеге тапсырғанда, жер бетіне түсесің ба деп сұрағанда, ей Хабиб, ей Алланың нәбиі, Алланың расулы, Алланың сүйікті құлы болған, сіз кеткеннен кейін не істеймін мен? Деген мен келемін деді. Бірақ адамдардың ішінен 10 байлықты алып кетем деді. Осы байлық бізден кетіп қалайын деп тұрған кезінде, мұны осындай медреселер ашылып, қазір дін қуатталып, қайтып келіп жатыр. Ең бірінші алып кетем деді Жабраил алейхиссалам. Берекені алып кетем деді. Береке, қараңыздар, ол берекенің кеткенін қайдан білеміз? Мен сіздерге жалпақ тілмен түсіндіріп берейін. Мына уақытысында кеңестің дәуірінде біздің апаларымыз қонақ шақыратын болса, бейшаралар қонақ жай еді сондай. Үйге бір қонақ келсе 40 береке алып келеді. Біреуін жеп 39-ын сол үйге қалдырып кетеді деді пайғамбарымыз саллаллаху. Қараңыздар, сонда сандықта конфет сақтап отыратын. Ол конфетті алып біреудің басын тұрсаң, жарып қой қалады, тас болып қалады сонша. Сондай қонақ жайымыз, сонда біздің апаларымыз кісі келгенде қоям деп, кісі келгенде қоятын. Сол өзіміздің басымыздан өтті. Дефицит деген уақыт еді. Сонда дастарханға жай кеп, апа бір конфет бер десең, біреуін беріп қояды. Соны қандай берекемен жейтін едік. Мен бір күні баламды сынадым. Ғибрат алайыншы деп баламды сынап, алдыма бәрін қойдым алдына. Балам, мынада жемейсің мына конфеттен демем, балам бүйтіп ақтарыпты. Әке мынаның ішінде сникерс жоқ екен ғой деді. Қараңыздар, міне берекені өстіп кетіп атқан біле береміз, бірақ адамға білінбейді бұл. Екінші келемін, адамнан адамға деген мейірбандықты алып кетемін деді. Мейірбандық қалмайды деді. Қазір үлкен ба, кішім ба, ол намаз оқимын дейді. Бірақ үлкенге орын бермейді ол. Ол балақ кесумен, сақалды жалбыратумен сенің имандылығың білінбейді. Имандылық жүректе, имандылық кішіпейілдікте, ақсақалдарды құрмет қылуда. 4 сақалды қой балақты кестірсе өң білінбейді сенің имандылығың. Осыны ұмытпауымыз керек. Адамнан адамға деген мейірім кетеді деді. Қараңыздар, мейірімнің кеткенін қайдан білеміз? Бұрынғы ақсақалдар жай бәкісін шығарып, құлағыңды кесем деп ойнап